Тура 9 мамырдың алдында бізге Люба тәте жылап келді. Бір жыл бойы одан бір тамшы жасын көрмеген біз шошып кеттік. Бір жамандық болған шығар деп ойладық. Шынында да қателеспеппіз. «Гарбуз ағам өліп бара жатыр!» деп біздің қамқоршымыз дауыстап еңіреп жіберді. «Ол кім?» деп таңданды Лена. Сонда Люба тәте бәрін тәптіштеп, ұсақ түйегіне дейін айтып шықты. Сөйтсек, әлгі Гарбуз ағасы Люба тәтенің әкесінің жағынан туысқан бір аға екен. Қалған туыстары баяғыда өмірден өткен. Жалғыз осысы тірі қалыпты. «Тегі қызық екен», дедім мен күліп. «Жоқ, ол тегі емес», деді Люба тәте. «Соғыс біткенсін батыстан келіп, біздің ауылға тұрақтаған. Бүкіл отбасын фашистер шапқанда жоғалтқан. Жалғыз өзі тірі қалды. Сосын ағасына жақын тұрам деп осында келген ғой. Арманы қиыр шығыста қарбыз өсіру еді. Өзі оларды гарбуз деп атайтын. Бірақ біздің жақтың ауа райына ол жеміс көнбейтін, піспей қурайтын. Қазір болса әр жерден табылады ғой. Ал ол заманда қарбыз ғажайып нәрсе еді. Сөйтіп жүріп ол шынымен де қарбызды өсіріп шығарды. Бүкіл балашаға оның бақшасына кіріп, ұрлап жейтін болған. Бір күні әлгі балалар жақсы тұқымды қарбыздарын ұрлап кетіпті. Ағам балаларды ұстап алып, қалақаймен ұрыпты. Содан балалар оны Гарбуз ата деп атап кетті. Сонысына ол қатты ренжіп, енді ешкімге бір түйір қарбызды бермеймін, тіпті шірігенін де, деп серт беріпті. «Содан шынымен ешкімге бермеген бе?» деп сұрады Лена. «Иә, ешкімге. Бүкіл ауданға аты шыққан жалғыз бақша еді. Бәрі қызығатын. Бірақ ауылдастар бір ретте оның қарбызын татып көрмеген еді», деді Люба тәте басын шайқап. «Ал біз жуырда тұздалған қарбыз жедік», дедім мен кенет есіме түсіп. «Рас па?» Люба тәте таңғалды. «Мырзалығы ашылған ғой». «Сонда өліп бара жатқан сол кісі ме?» деп сыбырлап сұрадым. Осы сәтте барып бәрін түсіндім. «Ай, құдай-ай!» деп дауыстап жіберіп, үйден қалай шыққанымды өзім де байқамай қалдым. Ауылдың шетіне дейін жүгіріп бара жатып, өзімді сөгіп келем. Біле тұра неге күттім, неге бармадым дер кезінде. Жолай бір нәрсені ұқтым. Мен оның қай үйде тұратынын білмейді екем. Бірақ ойлануға уақыт та болмады. Үйдің қасында қарғалардай қара киінген бір топ кемпірлер жиналып, өзара сыбырласып отыр. Үйге кіре сала денем мұздап, дір ете түстім. Іштен есіп тұрған суық тіпті даладағы желден де өткіреді. Соған қарамастан бөлме толған кемпір. Бірі орындықта, бірі есік алдында тікесінен тік тұр. Ал керуетте жұқа бір жапқышпен жабылып, әлсіреп демалып жатқан қария жатыр. Кемпірлер болса, тапжылмастан соған қарап отыр. Бәрі бірдей әлгінің ақырғы демін күтіп отырғандай. Сол сәтте тамағыма өксік тығылып, көзім жасаурап кетті. «Не болды? Неге үйдің іші сонша суық?» дедім мен ақырын бәріне бірдей қарап. Кемпірлер бір сәт үнсіз қалды да, маған үреймен жат адамды көргендей қадала қарады. «Айтсаңдаршы», дедім тағы да ашулана. «Неге науқас жатқан үйде жылу жоқ?» «От жағудың керегі не?» деді бірі сабырлы үнмен. «Өледі ғой», деп екіншісі қостады. «Өлсе дереу жуындыруға кірсеміз. Ал дене суықта жақсы сақталады». «Қалай сақталады? Не деп тұрсыңдар?» деп көзім аларып сұрадым. Құлақтарыма сенер емеспін. «Түсінбедің бе? Жерлеу үшін ғой», деді үшіншісі шімірікпестен. Сол сәтте мен ашуымды ұстай алмадым. Олар шынымен де бұны дұрыс деп ойлап тұр ма? Ақыл естері түгел адамдар осылай айта ма? Әлгі бейшара шал тірі, демалып жатыр ғой. Ал бұлар болса жайбарақат отырып, оның өлімін күтіп тұр. «Кетіңдер», дедім мен бар даусымен айқайлап. «Кетіңдер бұл жерден, ақымақ шаласауыт кемпірлер. Сендерге жындыхана керек». Сосын итергіштеп, бәрін есікке қарай қуып шықтым. Сол сәтте менің қолбасшыларым Люба тәте мен Лена да келді. Лена қолында жылы кофтаны ұстап тұр. Дәл қазір мен үшін ең қажет нәрсені білгендей әкепті. Люба тәтені
жедел жәрдем шақыртуға жүгіртіп жібердім. Ал Ленаны аулаға отын алып келуге. Түсіндіріп тұруға мұрша жоқ еді. Тек асығыс айта салдым. Оның дерті сенікіндей, тек ескі болғансын күшейіп кеткен. Үйдің ортасында тұрып, жылы бір нәрсе іздеп шарқ ұрдым. Бірақ не көрпе, не жамылғы, не киім, ештеңе жоқ. Мұндай болмайды ғой, бірдеңе болу керек қой, деп ойладым да, басқа амал таппай, үстімдегі кофтаны шешіп алып, шалдың үстіне жаптым. Сол сәтте Люба тәте қайта кірді, ентігіп, келе жатыр, бірақ 1 сағаттан бұрын жетпейді. Мен оған жылы жамылғы таппағанымды айттым. Ол ашуланып, ай мына иттер-ай, деп аулаға атып шықты. Сырттағы айқай бүкіл ауылға жаңғырып кетті. Естімеген құлақ қалмаған шығар. Ал біз іште қалдық. Лена пешке от салды. Мен болса қарияның мұздай боп қалған қол аяғын ысқылап отырмын. Істеп жатқан ісім көңілімді сабырға түсіргендей болды. Іштей дуаны шешерде айтатын дұғамды қайталап, тек оттың тұтанып, жақсы жанып кеткенін күттім. Бірақ енді басқа мәселе туды. Қарияны пешке жақындату керек. Ал төсек ауыр. Қимылдатайын десек, не еденге шегеленген, не тамырымен біте қайнаған секілді. Қозғалмайды. Кенет есік тарс ашылып, Люба тәте қайтып келді. Қолы киім-кешек пен көрпелерге толы. Мына қартайған қарғалар әбден шектен шыққан, деп ашуланды ол. Туысы жоқ қой деп бәрін бөлісіп алыпты. Ал менше, мен кіммін сонда? Бұл адам маған әкем секілді. Ол сөйленіп жүріп, әдемі құрақ көрпемен шалды мұқият жауып, менің кофтамды өзімнің иығыма қайта кигізді. Мұның бәрін мен өз қолыммен әкеліп едім, деді ол сыбырлап. Қалай ғана бұлай істеді десеңші? Люба тәте, деді мен сабырмен. Қазір оған уақыт жоқ. Бізге сіздің көмегіңіз керек. Атаны пештің алдына аяғымен қаратып жатқызу керек. Төсек қозғалмайды. Басқа амал іздейікші. Қызым, не айтып тұрсың? Деді Люба тәте таңғалып. Неге оны оттың алдына әкелмексің? Сол сәтте Лена бәрін қолға алды. Любочка тәте, өтінем, Надяны тыңдаңызшы. Ол дұрыс айтады. Бұл өте маңызды. Ол ақсақалға көмектесе алады. Тек бәрін оның айтқандай жасау керек. Біз үшеуміз бірігіп, қария жатқан матрасты шетінен ұстап көтеріп, абайлап пештің алдына түсірдік. Енді маған кедергі жасамаңдар, дедім мен тынышқана, оларға қолыммен сыртқа қарай көрсетіп. Содан соң жамылғыны шетке ысырып тастадым. Лена көршіні жеңінен тартып, екеуі есік жаққа шығып кетті. Есік сыбдырмен жабылды. Үй іші үнсіз қалды. Мен дұға оқи бастадым. Қолымды жайып, баяу шлейфті жоғары Ленаға жасағанымдай қарияның бас жағына қарай тарттым. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болды. Шлейф дәл жамбас тұсына жеткенде тоқтап қалды. Тура шынжырдай түйіліп, аяқ арасынан қозғалар емес. Сөйтсем ол сегіздік болып өз-өзіне оратылып қалған екен. Жүрегім зу етіп сәл кідірдім. Дұғаны қайтадан бастаймын ба, әлде жалғастыра берейін бе, деп ойладым. Ақыры жалғастыруға бекіндім. Дұғаның күші үзілмесін дедім. Шлейфті төмен қарай тарта бердім. Тізеге дейін түсірдім. Бірақ ол тағы да тұрып қалды. Бала күнімнен түйін шешуге әуес едім. Атам да сеніп, балыққа салатын ауды маған тарқататын. Сол дағды енді қажет болды. Саусақтарымен жіптің әр талын сипап, көзіңе көрінбейтіндей нәзік түйінді іздедім. Басы болса, соның соңы да бар. Ақыры ұшын таптым. Абайлап тарттым. Және сегіздік түйін аяқты босата бастағанын көрдім. Дәл солай екен ғой. Бәрі дұрыс. Телепатиялық ойымен қарияның аяқтарын сәл көтеріп, жіпті тарқата бастадым. Біразын шешіп алған соң аяқтарын төмен түсіріп, екі алақаныммен жіпті домалақтап орай бердім. Осылайша аздап аяқтарын көтерем, тарқатам, орайым, бәрін бір ырғақта жасауға тырыстым. Шлейф түгел қолыма жиналғанда, мен көз ілеспес қозғалыспен домалақты алып, пештің ішіне лақтырып жібердім. Бір сәтте үйдің іші қою қара түтінге оранды. Мен дұғаны тағы бір рет айқын дауыспен қайталап оқып шықтым да, пештің есігін тарс еткізіп жаптым. Мен Ленаны дауыстап шақырдым. Лена да, Люба тәтей де бөлмеге жүгіре кірді. Біз үшеуіміз жиналып матрасты көтеріп алдық та,
Қарияны қайтадан төсегіне абайлап жатқыздық. Жылы көрпемен қымтап жауып, бірер қадам шегініп, тынысын бақылай бастадық. Жеңілдеп қалыпты, деді Люба тәте ойланып. Біз бірден атаға қадала қарадық. Расында, демалысы бұрынғыдай ауыр емес, бейне бір иығынан бір жүк түскендей. Аздап бетіне жылы рең кіріп, жүзі қызғылт тарта бастады. Үзіле алған тынысы біртіндеп түзеліп, тыныш, бір қалыпты демала бастады. Люба тәте еңкейіп, оның кеудесіне құлағын тікті. Ұйықтап қалыпты, деді ол жеңіл ренішпен. Бәріміздің жүрегімізді ұстатып, өзі ұйықтап кеткен ғой, сұмпайы. Біз үшеуміз үй сыртындағы орындыққа отырып, жедел жәрдемді күттік. Көктемнің жылы желі бетке соғып, бәріміз үнсіз қалдық. Надь, менімен де солай жасадың ба? Деді кенет Лена қолымен сегіздік жасап. Шыдамай қарағансың ғой, деді мен күлімсіреп. Жоқ, сенімен бәрі әлдеқайда оңай болды. Сенікі жақында жасалған дүние болды. Бұл жайында ешкімге тіс жармау керегін айтпасам да түсініп тұрған шығарсыңдар. Люба тәте ауыр күрсінді де үнсіз басын изеді. Оны осындай күйге кім түсірді екен? Дедім мен, сәл кідіріп, сосын өзімше жауап бердім. Біздің сүйікті Вера әжеміз, солай ма? Дедім жеңіл мысқылмен. Люба тәте тағы да күрсінді. Осылай жазалаудың себебі болды ма? Болған жоқ, деді Люба тәте басын шайқап. Біз үнсіз қалдық. Көктемнің күн шуағы бетті сипап, әлде бір тыныштық орнады. Жедел жәрдем жеткен соң, дәрігер шалдың қысымы көтеріліп, гипертониялық криз болғанын айтты да ауруханаға алып кетті. Біз үйді желдетіп, бәрін ретке келтірдік. Лена терезелерді жауып, есікті бекітіп, кілтті салтанатты түрде Люба тәтеге табыстады. Міне, бітті, дедім мен шаршаңқы күліп. Өледі деп едің. Күшім таусылып, әрең дегенде өз үйіме жеттім. Ас үйге кіріп, орындыққа отыра кеттім. Лена болса үйге оқтай ұшып кірді де абыр-сабыр болып кетті. Қайнап жатқан самауырындай не істерін білмей, бөлменің бір шетінен екіншісіне кезді. Қолына шәйнекті іліп алып, плитаның үстіне қойып газды жақты. Ақыры менің қасымдағы орындыққа отырып, үнсіз ғана 2 саптаяққа шай құйды. Бір сәтке иығы түсіп тұнжырап қалды. Сосын кенет қолымен үстелді тарс еткізіп ұрып жіберді. Мен шошып кеттім. Жоқ, сен маған бір түсіндірші. Бұл Люба тәте деген не адам өзі? Шал әлі тірі, ал ол болса бізге жылап келіп отыр. Өз үйінде жедел жәрдем шақырып күтудің орнына, әлде бір кемпірлерге үйін беріп қойып, өзі безіп кеткен. Сөз айтуға да шамасы келмеген. Айтшы, ол өзі сау ма? Сен әлі түсінбедің бе? Дедім мен сабырмен. Мұндағылардың бәрі бір түрлі. Сөйтіп мен оған Гарбуз атаның үйіне бірінші жеткенде қандай оқиға болғанын тәптіштеп айтып бердім. Лена үнсіз тыңдады да басын шайқап. Надь, осыншама кемпір қайдан пайда болды? 15-тей бар шығар, кейбірін тіпті бірінші рет көріп тұрмын. Меніңше ол жартысы ғана. Біз ауылдың арғы көшелеріне бармаймыз ғой, олар болса бері шықпайды. Лена ауыр күрсініп басын шайқады. Мен мұнда 1 жыл болды тұрып келе жатқаныма. Әлі де адамдарға таңғалам. Әдетте кішкентай ауылдарда жұрт тату тәтті болады. Біріне бірі көмектеседі деп ойлайтынмын. Ал мына жерде ескі мыстан кемпірлер жиналып, қара қарғадай қомданып алып, біреудің өлімін күтіп отырғандай. Мен еріксіз жымидым. Міне, енді өзің ақ бәрін түсіндің, дедім әзілмен. Ол кемпірлер көрші ауылдардан сыпырғымен ұшып келді де, шалдың көрпесін ұрлап алып, соның үстінде қайта ұшып кетті, жұмсақ болсын деп. Лена күлкіден жарылды. Ал Люба тәте неге солай істеді екен? Деді Лена күлкісін басып. Ол жаман адам емес, деді мен ойлана. Тек асығып қорқып кеткен шығар. Кейде адам дұрыс ойлауға шамасы келмей қалады ғой. Мен ішімнен мүлде басқа нәрсені түсіндім. Біз бүгін ауыл тарихындағы ең түсініксіз, ең оғаш оқиғаның дәл ортасында болған едік. Түнде маған бір таңғаларлық түс кірді. Біздің шарбақтың жанында Вера әжей тұр екен, тұла бойы қып-қызыл, от ішінде тұрғандай. Бірдеңе айтқысы келеді, аузы қимылдайды, бірақ даусы шықпайды. Ол бар күшімен айқайлап тұр, ал мен ештеңе естімеймін.
Тек еріннің қимылынан оқуға болады. Мен емес, бұл мен емес, дейді де жылайды. Таңертең оянғанда ішімді бір ауыр сезім беледі. Біреу біздің Вера әжейді әдейі жаман атқа қалдырып қаралап жүргендей. Ішім сезеді. Сол біреу дәл қасымызда. Бірақ неге бұлай ойлағанымды өзімді түсіне алмадым. Мамыр айы аяқталып келе жатқан. Біз 25 күні әдеттегідей 3-ші сыныпты үлкен өмірге шығарып салдық. Бұл біздің алғашқы түлектеріміз еді. Сол жылы бәрі біз үшін алғаш рет болды. Оқу жылы біткенімен жұмыс азайған жоқ. Есеп қисап толтыру, районоға барып келу, бәрі бастан асып жатты. Сол сапарлардың бірінде аудан орталығындағы дүкенге кіріп, төрде жаңа, жарқырап тұрған жапон теледидары көзіме түсті. Бұрын ондайды тек естуші едік. Ал мұнда ол мені күткендей тұр. Тек ақшасын төлеу керек. Ал ақша бізде бар еді. 1 жыл бойы дерлік жинап жүрдік қой. Айлығымыз үлкен, оның үстіне көтерме ақша да қосылды. Ас ауқатты ортақтасып алғаннан шығын көп болмайтын. Сөйтіп жинағымыз кәдімгідей қомақты сомаға жетті. Бір банкаға сыймай енді екіншісіне салып жинадық. Мен Ленаға теледидарды бірге алайық дедім. Ол ойлана келе бас тартты. Шын айтсам, онысына қатты ренжідім. Жарайды, енді бәрін өзім алам, деп шештім. Содан бері жыл бойы ақша жинап, әр тиынымды есептеп жүрдім. Бірақ соңғы кездері сол ақшалар қолымды күйдіріп тыныштық бермейтін болды. Ауыл дүкендерінде кейде қаладан таппайтын ғажайып дүниелер кездесетін. Сол жолы мен Югославиядан шыққан биік өкшелі туфли мен танкетка табанды жартылай бәтеңке сатып алдым. Ауыл адамдары үшін мұндай нәрсе артық сән салтанат, ал мен үшін шынайы қуаныш, шексіз қазына еді. Мен тігін тігіп, тоқыма тоқуды жақсы білетінмін. Ауданға барған сайын мата сататын сөрелерге көзім түсіп, қарап кететінмін. Бір күні өзіме өзім, болды жетер енді деп, тығулы ақшамды алып, теледидар алуға бел будым. Бізге жаңа келген председатель өте ақ жарқын, сараңдығы жоқ адам еді. Сондықтан аудан орталығына барғанда, көбіне оның уазигіне мінетімін. Ол бос болғанда мені алып кететін. Сөйтіп жүктерді жеткізу де алып қайту да қиын емес еді. Сол күннің бірінде ауруханадан телефон шалып, гарбуз атаны шығарып жатырмыз, біреу келіп алып кетсін деді. Мен бірден ілесіп баруға сұрандым. Соңғы сапарларда председательдің шофері Ваня ағаймен жақсы араласып кеткенбіз. Ол да мені жақсы түсінетін. Сол күні мені дүкен жаққа тастап кетті де, өзі ауруханаға атаны алуға кетті. Менің жоспарыма сай, әуелі мата мен жіп сатып алып, сосын электр тауарлар дүкеніне бармақ едім. Бірақ, не мен маталар арасында тым ұзақ таңдап жүріп қалдым ба, не гарбуз ата ауруханадан кетуге асықты ма, кім білсін. Бірақ мен теледидарға үлгермедім. Мата дүкенінен жаңа ғана шыққан едім, қарасам таныс уазик кіреберісте тұр екен. Қатты қапаланып, алған дүниелерімді жүк салғышқа салып, артқы орындыққа отырып алдым. Ернімді бұртитып іште ренжіп отырмын. Әрине, оларға мен бір дүкенге барып келейін деп айтуға болар еді. Бірақ ата үлкен кісі ғой, ауруханадан жаңа шықты. Ұят болар. Машинаны да соны алып келу үшін берді емес пе? Менің көңілімді байқаған гарбуз атай күлімсіреп, «Әй, сұлуым, кім сені ренжітіп қойды?» деп сұрады. «Ешкім демес, ата», дедім мен жеңіл күрсініп. «Дүкенге үлгермей қалдым. Сіз де ауруханадан тез шыққан екенсіз». «Дүкенге не үшін барайын деп ең? Әлде шұлық іздедің бе?» деп қалжыңдады гарбуз ата. Оны естіп мені күлкі қысты. «Шұлық дейсіз бе? Қазір ондайды ешкім кимейді ғой, ата». «Ендеше не алмақ болдың?» «Теледидар», дедім мен. «Ескі теледидарың бұзылып қалды ма?» «Жоқ, менде мүлдем болған емес. Сол себепті алғым келді». «Уайымдама», деді гарбуз ата иығымнан қағып. «Бұл шаруа жеңіл шешіледі». Ауылға жеткен соң алдымен атаны үйінен түсірдік. Оған көмектесіп, көліктен түсуіне жәрдем беріп, енді кетуге бет алғанымда, ата менің жеңімнен ұстап қалды. «Бір сәтке кіріп шық, қызым», деді жұмсақ үнмен. Біз кіреберіске кірдік. Ол қойманың есігін ашқанда, мен аңырып тұрып қалдым. Қорапқа оралған, мүлде ашылмаған, жаңа түрлі түсті теледидар тұр.
Әрине, мен қалада көрген жапон теледидарындай сәнді емес, бірақ өте жақсы, сапалы. Міне, ала ғой сұлу қыз, деді ата кең қолын сермеп. Жоқ, ата, олай болмайды. Қанша тұрады өзі? Мен сізден сатып алайын, дедім мен сасқалақтап. Ал енді, мен саған өмірімді сатсам қайтесің, а? Деді ол жылы жымиып. Менің өмірімнің құнын есептей аласың ба? Әлде мен білмей қалады деп ойладың ба? Ол шын көңілімен сый жасағысы келгені көрініп тұр. Ал мен үлкен кісінің дүниесін ала алмадым. Гарбуз ата менің ішкі тартысымды сезіп қалғандай болды. Тағы да жеңімнен ұстап, үйдің ішіне кіргізді де бұрышты нұсқады. Қарасам, дәл сондай тағы бір теледидар тұр екен. Сізге 2 теледидар неге керек сонда? Деп таңдана күлдім. Мен де соны ойлап тұрмын, деді ол көңілді үнмен. Бірін жаңа жыл алдында өзім сатып алғанмын. Ал екіншісін мен ауруханада жатқанда ардагерлер кеңесі сыйлап жіберіпті. Міне, енді артық тұрғанын сен ала ғой. Ой, ата, мен ондайды қалай алам? Одан да Люба тәтеге беріңіз, деді мен ұялып. Мынаны Любкаға қалдырам, ал анау сенікі болсын, деді Гарбуз ата еш таласқа орын қалдырмай. Мен оның ниетін түсіндім. Бұл сыйдан құтылу мүмкін емес еді. Келіспеске болмайды. Атаны алға жіберіп, өзім байқатпай, қалтамдағы ақшаны санап алдым да, жүргізуші қорапты үйден шығарып жатқанда, ата кірген бетте бірден байқасын деген ойымен кіреберістегі орындыққа ақшаны қалдырып кеттім. Қуанышымда шек жоқ еді. Теледидарды аса қымбат қалған жоқпын. Ал дүкеннен алсам, 2 есе көп төлейтін едім ғой. Ваняғай менің сөмкелерімді көтерісіп, үйге кіргізіп берді де, айналаға көз тастап, әзірше теледидарды сандықтың үстіне қоя тұрайық деді. Теледидарды екеуміз ашып, тексеріп, қосып көрдік. Бәрі жұмыс істеп тұр. Бірақ бір сәтте ой келді. Антеннасыз ештеңе көрсетпейді ғой. Жарайды. Келесі барғанымда үнемдеген ақшама ең жақсы антенна алам деп шештім. Киімімді ауыстырып жатып, шалбарымның қалтасында бірдеңе барын сездім. Қолымды салып қарасам, өзім атаға қалдырып кеткен ақша. Ата, осы сіз қалта ұрлықшысы болған жоқсыз ба? Деп өзіме күліп қойдым. Әуелде ренжідім. Қалай қайтарам деп біраз ойландым. Бірақ ақырында тынышталып, өз-өзіме бұл оның таңдауы. Ол маған сыйлағысы келді. Мен зорлаған жоқпын дедім. Сол кезде өз атам есіме түсті. Бірде ол маған айтқан еді. Ақша емшінің қолын ауырлатады, ал алғыс жеңілдетеді деп. Атам ешқашан ақшалай алғыс қабылдамайтын. Кім не әкелсе соны алатын. Сөйтіп біздің қорамыз түрлі сыйлыққа толып кетуші. Бір күні біз сол қорадағы үйіліп жатқан заттардың арасынан өтіп, аз да болса ретке келтірмек болдық. Мен атама, мұның бәрін тастай салайықшы дегенмін. Атам болса басын шайқап, жоқ тастауға болмайды. Бұл адамдардың алғысы деді. Ал менің ақшалай алған дұрыс қой деген ұсынысым оны тіпті шошытып жіберді. Ем жасағаныңа ақша алуға болмайды, әйтпесе күшің жоғалады дегенді. Сол кезде мен іштей, жоғалса жоғала берсін. Осының кесірінен бір күн тыныштық жоқ, бәрі келіп мазан алады деп ойлап едім. Тек қазір ғана түсіне бастадым. Мұндай нәрседен бас тартуға болмайды. Теледидар да сол сияқты шынайы адамдық алғыс. Ал дәл маған сол сәтте сондай қажет сый еді. Аздап ұятыммен арпалысып, ақыры көңілім орнына түсті. Содан бері Гарбуз ата бізге жиі келетін болды. Тіпті қонақ деу қиын. Ол өз адамымыз секілдеді. Каникул болса да, біз күннің көбін мектепте өткізетінбіз. Ал үйге оралсақ, ата әдеттегідей аулада жүреді. Бірде тұздалған қарбыз, бірде бөшкеден алынған қияр, кейде қызанақ алып келеді. Бірақ келуі әрдайым бізден ертерек. Біз жоқта ол шарбақты түзеп, қораның есігін жөндеп қоятын. Біз бақшадағы жерді өзімізше қопсытып, тар жүйектерге бөліп, әрбір қатарды белгілеп көкөніс еккенбіз. Ал ата сол қатарлардың шетін ұқыптап, тақтайшамен қаптап шықты. Бақша әп-сәтте көрікті болып түрлене кетті. Әсіресе бақшаның ортасында, ағаштардың астында орнатылған күрке жаппамен бірге көрініс тіпті әдемеді. Сол бір алғашқы кездесулердің бірінде мен атадан оның шынайы есімін сұрадым. Гарбуз ата деп лақап атын қолдану ұяттау секілді.
Сөйтсем өзіне лайық әдемі Игнатий Романович деген аты бар екен. Содан біздің Игнатий Романович көз алдымызда өзгеріп шыға келді. Бұрын еңкейіп әрең жүретін, әр қадамын ауыр басатын қария енді мүлде басқа адамға айналды. Таяғын әлі де тастамағанымен, ол енді тірек емес, жай әдет үшін ұстайтын. Жүрісінде де, жүзінде де бір нықтылық, тіпті бұрын байқалмаған ер мінез пайда болды. Тура күш қуаты қайта оралғандай. Бір күні екеуміз аулада баспалдақта қатар отырдық. Күн жылы, ауа тыныш. Ата кенет маған бұрылып: «Айтшы, қызым, сен біздің Вераға кім боласың өзі?» деп сұрады. «Ешкім емеспін». «Жоқ, ондай болмайды», деді ол сенімді түрде. «Сен оған ұқсайсың, тіпті қимылың да, отырысың да, бәрі соның көшірмесіндей». «Рас па? Мен оны ешқашан көрмегенмін», дедім сәл абдырап. «Түсініксіз». «Бола береді ғой», дедім иығымды жылыстатып. Бірақ сол сәтте ой сап ете қалды. «Игнатий Романович, айтыңызшы, сіз бен Вера жейдің арасында не болған? Неге ол сізді қарғады?» Ата селт етті. «Кім айтты саған бұл сандырақты? Любка ма?» «Жоқ, өзім шығар ойлап тапқан», дедім жымиып. Ал Люба тәте бәлкім қорыққаннан қарсы шықпай басын изеген болар. Сол сәтте мен кенет атаны ауруханадан алып келгеннен бері Люба тәтенің бізге бір ретте келмегенін, ал Ленка керісінше көрші үйге әбден қоныстанып алғанын түсіндім. Мүмкін мен өз қолыммен біздің тазалықшының мұраға жету жоспарын бұзып жіберген болармын. Маған ашуланып жүрген шығар. Бірақ не болса да өзімнің сиқырларымды көрсетуді тоқтату керек. Бұдан былай мұндай нәрселерді ешкімге көрсетпеуім керек. Игнатий Романович үнсіз отырды. Сосын қалтасынан папиросын шығарып, тұтатып, терең бір күрсінді. Түтін аспанға бұралып көтерілді. «Соғыс біткенде мен Ростовқа қайттым», деді ол ауыр үнмен. «Үйімнің орнына келсем, тек үйінді жатыр. Көршілерден сұрадым, әйелім мен қыздарым қайда деп. Сонда білдім. Фашистер оларды Германияға айдап әкетпек болыпты. Машинаға тиеп жатқанда, кішкентай Аленка 13 жастағаны еді. Секіріп түсіп қашқан. Артынан үлкенім Марияша жүгірген. Бірақ екеуі де алысқа қаша алмады. Немістер сол жерде машинаның қасында атып тастаған. Ал әйелім есінен айырылып, неміске жұдырықпен ұмтылыпты. Аяғы оны да өлтіріп тынды. Көршілерім үшеуінде қатар жерлепті». Ата жылап жұдырығымен көзінен тамған жасты сүртті. Мен қасында үнсіз отырып, мұрнымды тартып, жылап жібермеуге тырыстым. Ол терең күрсініп алды да әңгімесін жалғастырды. «Ел кезіп жүрдім. Ақыры осы жаққа бауырыма келдім. Ол кезде ағам комсомол жолдамасымен осында келіп, колхоз көтеріп жатқан. Үйленіп, балалы шағалы болыпты. Маған да жер берді, шағын үй салып алдым. Ағам мені үнемі жесір әйел бар таныстырайын деп құда түспек болатын. Бірақ менің ондай ойым жоқ болған. Бір жылы шабындықта бір ақымақ шалғысын қисайтып сермеп, менің аяғымды жаралап кетті. Сонда алғаш рет Верамен таныстым. Дәрігерлердің бәрі бір ауыздан ампутациядан басқа амал жоқ деді. Ал Вера қарсы шықты. Күндіз түні әлде бір шөп іздеп жүрді. Қайнатып, таңып, сыбырлап, шипалы сөздерін айтып отырды. Көпке дейін ақсаңдап жүрсем де, аяғымды сақтап қалды. Сол сәттен бастап біз жақын дос болып кеттік, деді ата баяу. Бірақ оның да өз қайғысы бар еді. Бір сырын ішіне бүгіп айтпай кетті. Саған бұны білу керек емес дейтін. Ол сөзін бөліп маған қарады. Вера жас кезінде ерекше сұлу болатын. Сенің жүзің тура соны еске түсіреді. Сонда мен оған ұқсаймын ба? Деді мен сәл абдырап. Ұқсастық? Деді ата терең ойға шомылып. Егер жас Вера мен екеуіңді қатар қойса, айыру мүмкін емес болар еді. Бір-біріңнен аумайсыңдар.
сенің қасиетің де бар. Қойыңызшы, Игнатий Романович, мүмкін емес қой ол. Мүмкін, деді ата жай ғана. Вера сені күткенін білесің бе? Любка айтты ма саған? Ол бәрін біліп жүретін, алдын ала сезетін. Ол келіп, бәрі өзгереді. Ол карманы бұзады дейтін. Я, расымен басында сондай әңгіме болған, бірақ мен мән бермеген едім. Айтыңызшы, Игнатий Романович, Вера әжейдің бір ғана баласы болған ба, әлде тағы да болды ма? Дедім мен қайдан келгенін өзім де түсінбеген ойды кенет дауыстап айтып. Ата терең демалып, сәл үнсіз отырды да, үшеу болған, 3 ұлы. Тұрмысқа шыққан адамы сыған, ал енесі ашушаң қатыгез адам болыпты. Бір күні не әдейі, не абайсызда балаларды қайнаған суға күйдіріп алады. 2 ұлы сонда қаза тапқан. Ал ең кенжесі соғыстан кейін туған. Күйеуі қорлық көрсетіп, Вераны азапқа салған. Сол азапқа шыдамаған Вера бір түнде баласын құшағына алып, үстіндегі киіммен қашып кеткен. Ұзақ жыл ел кезіп, ақыры осы жаққа келіп тұрақтапты. Құлағым шыңылдап бір түрлі тырысып, кекірік ұстап, сөйлей алмай қалдым. Сөйтіп сол жолғы әңгімеміз осымен үзіліп қалды. Кейін сабама түсіп, бәрін ой елегінен өткізе бастадым. Шынында қызық сәйкестік. Менің әулетімде де ғасырлар бойы әр буында 3 баладан туған. 300 жылға жуық уақыт бойы осылай қайталанып келеді екен. Мүмкін шынында біздің бір туыстығымыз бар да шығар, деген ой мазамдалды. Мені шошытқаны, Вера әжейдің балаларымен менің ағаларымның ұқсас тағдыры еді. Екеуінің де өмірін бірдей қайғы торлаған. Ауылда болса бәрі әртүрлі әңгіме айтады. Бірі ол бақсы, сиқыршы бәрімізге пәле әкелген десе, екіншісі одан ешқашан жамандық көрмедік, тек мейірім мен көмек дейді. Ал менің қолымдағы оның көне дәптерлері бұл туралы мүлде басқа, қорқынышты шындықты айтып тұрғандай. Жасырын жасалатын абортты мен әрқашан ең ауыр күнә, адамдыққа қарсы іс деп санайтынмын. Ал түрлі басты айналдыру, араларын суыту, дуалау мен қарғау, бұл да сол зұлымдықтың бір түрі, адамның еркіне қиянат. Қай жын Вера жені сол сығандарға тапқылған екен? Мүмкін алғашқы кезде шын махаббат болған шығар. Бірақ бәрібір тәуекелшіл, тентек мінезді әйел болғаны анық. Шіркін Вера жей, не істесе де шын ниетпен жүрегімен істейтін. Неғұрлым оның өміріне үңілсем, соғұрлым жұмбақ көбейеді. Ол жайлы ойлау да, айту да міндетті түрде бас ауруымен аяқталады. Жаз өз ырғағына еніп келе жатқан. Біз бақшамызды отырғызып біттік. Мектеп жұмыстары азайғанымен, балалармен қарым-қатынас үзілген жоқ. Мен баяғы әдетімше идеяға толы едім. Мектептің алдында үлкен гүлзар бар болатын. Лена балалармен бірігіп, түрлі гүл отырғызды. Олар таңнан кешке дейін сол бақшадан шықпайтын. Ал менің ойыма басқа нәрсе келді. Неге Тимуршылар қозғалысын қайта жандандырмасқа? Ауылымыз шағын болса да ардагерлер көп еді. Көбі жасы келген, кейбірі жалғыз. Әрине балалар ауыр істі істей алмайды. Бірақ бақшасын қопсытып, су әкеліп беріп, аздап әңгімелесіп кетсе, соның өзі үлкен демеу. Көптеген қарияларға керек нәрсе. Жай ғана адам дауысы, бір сәлем, бір жылы сөз. Бұл ой менің басыма бекер келген жоқ. Сол бір күні Игнатий Романовичті ауруханаға апарып салғанда, оның қақпасындағы ескі, бояуы кеткен фанер жұлдызды көріп қалдым. Дәл сондай жұлдыз менің атамның қақпасында да бар еді. Бұл үйде соғыс ардагері тұрады деген белгі болатын. Оқушылар жыл сайын жеңіс мерекесі алдында сол жұлдыздарды жаңартып қайта сырлайтын. Кейде балалар ардагерлердің үйіне өздері келіп көмек беретін. Ал менің атам ешкімнің көмегіне зәру емес еді. Сондықтан ондай көмек көбіне ұзақ шай үстіндегі әңгімеге ұласатын. Осылайша Тимуршылар ойынын қайта жандандырдық. Алдымен бәрін ережеге сай бастадық. Барлау тобы құрылды. Балалар әр аулаға кіріп, ардагерлерді іздейтін. Кейін штабқа, яғни маған есеп беретін. Мен барлық мәліметті жинап, тізім жасап шықтым да, ауыл басқармасына бардым.
Ондағы ағайлардан бір банкі қызыл бояу мен ұстаханадан 2-3 ондаған жұлдыз кесіп беруін өтіндім. Барлығы дайын болған соң, нағыз тимуршыларша жасырын әрекет етіп, жұлдыздарды жаңартып, кей үйлердің қақпасына жаңаларын іліп шықтық. Балалар үшін бұл шынайы ойын әрі марапат еді. Олар әр жұлдызды сырлаған сайын өздерін батыр сезінетін. Көмекке баруға бәрі асығатын болған соң, тіпті арнайы кесте жасауға тура келді. Кім қай күні, қай атаның үйіне барады деген сияқты. Осылайша біздің ауылда бірде-бір ардагер назарсыз қалмады. Бәріне көңіл бөлінді, бәрі қамқорлыққа алынды. Ал осы уақытта Леша барлық емтиханды тамаша тапсырды. Бәріміз қуанып, тіпті сене алмай тұрдық. Сонша еңбектің өтеуі еді бұл. Бірақ алда әлі басты сынақ, жоғары оқу орнына түсу емтихандары күтіп тұрды. Люба тәтеймен қарым-қатынасымыз бұрынғыдан да жылы болды. Ол жиі алғыс айтып, Игнатий Романович үшін ризашылығын білдіретін. Ал мен өзімше ойға беріліп, жоқ нәрсеге уайымдап, сан түрлі қиялға кеткен едім. Соңғы кезде Лена осы ауылдан кететіндей сезімде болдым. Ол күн сайын ашуланып, ауыл тіршілігіне ыза болатын. Мына тозған жерден кету керек, мен бұдан шаршадым, деген сөздерді жиелей түсті. Бұрын Лена демалыс сайын кір жуам деген сылтаумен үйіне барып келетін. Енді ол сапарлар әдетке айналды. Әр жұма таңында жолға шығып, тек жексенбі кешінде оралатын. Бірақ оның әр жұма сайын жұмысқа келмей қалуы мені ашуландырмады. Себебі басқа күндері бәрін артығымен істеп үлгеретін. Сондықтан мен бұл еркіндігіне көз жұма қарайтынмын. Бірақ мені мазалаған мүлде басқа нәрсе еді. Менің председательмен болған даулы жағдайым, оны қамауға алумен аяқталған соң, милиция бізді тыныш қалдырмады. Олар анда-санда келіп сұрақ қойып, бірде түсініктеме, бірде жай ғана тексеріс деп мазаны алумен болды. Анда-санда бір-екі милиция қызметкері келіп, қандай да бір түсініктеме куәландыру алып кететін. Негізі олар біздің ауылда 2 айдан астам уақыт жұмыс істеді. Үйіп-төгіп құжат қарады, бәрін ақтарып шығып, бір милиционердің айтуынша 15 жылға жетерлік істің ұшын тапқан екен. Бірақ бұл жаңалыққа ауылда ешкім қайғырған жоқ. Тіпті бұрынғы председательдің қызы да. Оның үстіне бізде жаңа председатель тағайындалды. Өзіміздің жергілікті агроном, 35 жастағы ақылды да іскер жігіт. Адаммен тіл табысуды біледі. Ең бастысы, өз жұмысын шын сүйеді. Сол себепті бәрі біртіндеп түзеле бастады. Адамдар таңертең жұмысқа қуана баратын болды. Кешкісін үйдің алдындағы баспалдаққа шықсаң, баяғыдай тыныштық емес. Бір үй жақтан күлкі, бір жерден гармошка мен гитараның үні естіледі. Ауыл тіріліп, қайта жанданып келе жатқандай еді. Тағы бір жаңалық, әскерден біздің көрші, яғни Макстың жездесі оралды. Оның келгенін бәріміз бірден байқадық. Келуі бір шу сүреңмен әйелін сабап жанжалмен басталды. Абырой болғанда милиция жанымызда болғансын тез жетіп, тыныштандырды да, тағы қайталанса 15 тәулікке қамаймыз деп ескертіп кетті. Содан кейін батыр 3 күнге тағы тынды. 3 күннен соң тағы да сол көрініс басталды. Енді көршілер кезекпен барып сол бақытты отбасыны татуластыратын болды. Бір күні мен де бардым. Сол жерде барып ұққаным, әйелін қызғанып, 2 жыл бойы немен айналыстың дейді. Бұнысы ашуыма тиді. Үйі таптаза, балалары тоя жеген, киімдері бүтін, тәрбиелі, ал өзі болса бос әңгіме айтып даурыққан. Шыдамадым, мен де айқайлап жібердім. Сол күні үндемей қалған дембел тура 3 күннен кейін қайтадан шу шығарды. Міне, осындай дүрмектің арасында, маусымның соңына қарай Лена да шыдамай демалысқа арыз жазды. Мына ауылдан әбден қажыдым. Бірінші күні қалаға кетем. Ал ауылды тек демалыстың соңғы күні ғана есіме алам, деді ол ашулана. Люба тәте де демалысқа шығуға өтініш берді. Оған демалыс арасында да керек еді. Ұлы әскери училищеге түспек. Соған дайындық, жүйке, уайым деген жетерлік. Ал жазда ауылда жұмыс азаймайды ғой, керісінше көбейеді. Бұл жаңалық мен үшін бірақ нәрсені білдірді. Мен ендігі демалыссыз қалдым. Кеш бойы жылап шықтым. Таң ата шешім қабылдадым. Демалыс алмай-ақ қоям. Демалыс алып күн сайын істейтін шаруаны істесем, оның несі демалыс? Балаларды тастап та кете алмайым. Ал тамызда мектепке өтініш қабылдау қайта басталады.
Құрметті тыңдармандар, егер әңгіме ұнап жатса, лайк басып шабыттандыруды ұмытпайықшы. Ал келесі бөлім ертең шығарылады.